Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 4-ші сынып 90-шы сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір бағыттағы қалып қою қозғалысы. Аяз, қар жауу. Бүгінгі сабақта сендер бір бағытта қалып қою қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып үйренетін боласыңдар. Менің видеом пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан соңына дейін қараңдар. Бірінші есеп. Есепті амалдар бойынша шығар. Егер қар өте көп мөлшерде жауса, жүру қиынға түседі. Жолаушылардың жылдамдығы күн райына байланысты әлде қайда төмен болады. Бір елді мекеннен екінші жолаушы бір бағытқа қарай шықты. Біріншісі 40 метр минутына жылдамдықпен қозғалды, екіншісі жылдамырақ жүріп, 10 минуттан кейін біріншісінен 500 метр озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен жүрді? Ең алғаш есептің шартын құрып аламыз. Бізде В1 40 метр минутына 10 минут, енді 500 метр озып кетті. Оны табу үшін біз 1 минутта неше метр жүрген табамыз. Ол үшін 500-ді 10-ға бөлеміз. Сонда 50 болады. Ол 1 минутта 50 метр жүрді деген сөз. Ал енді оның жылдамдығын табу үшін ол біріншінікі 40 метр минутпен жүрді, екіншісі енді одан 50 метр артық жүрді. Демек 40-қа 50-ді қосамыз, 90 метр болады. Екінші жолаушының жылдамдығы бізде 90 метр минутына тең болады. Екінші есеп. Ал енді осы есепті теңдеу құрып шығарып көр. Теңдеу құр 26-шы беттегі ережені қолдан. X бізде екінші жолаушының жылдамдығы болсын делік. X азайту 40, қалып қою жылдамдығы дейміз. Енді жақшаны ашамыз. X азайтылған 40, жақсыша жабылған көбейтілген 10. Бұны біз екінші жолаушы біріншісінен озып кеткен, бірінші екіншісіне қалып қойған арақашықтық деп аламыз. Сонда бізде X азайтылған 40 көбейтілген 10 тең 500 деген теңдеу шығады. Енді осы теңдеуді шығарамыз. Ең алғаш жақшаның сыртындағы амалды орындайсыңдар. 500-ді 10-ға бөлеміз. 50 қалады. Демек 50-ге 40 қосқан кезде 90 метр минутына болады. Бұл біздің бірінші есепке кері есеп десек те болады. Кері есеп емес, сол есепті теңдеу құрып шығардық десек болады. Үшінші есеп. Бұл есепте де есепті теңдеу құрып шығаруымыз қажет. Мұқият тыңдаймыз. Бір елді мекеннен бір уақытта екі мәшине жолға шықты. Бірінші мәшиненің жылдамдығы 70 км сағат, ал екінші мәшине жылдамырақ қозғалып, 2 сағаттан кейін біріншісінен 40 км-ге озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды? В1 бізде 70 км сағат, 2 сағат жүрді. Енді В2-нің неше километр сағат қозғалғанын табамыз. Ол үшін біз қашықтықтың формуласын жазып аламыз. Қашықтықтың формуласы бізде V2 саны үлкен болып берілгендіктен, үлкен сан болғандықтан V1-ге қарағанда, сондықтан V2-ден V1-ді азайтатын боламыз. Келесісінде қашықтық, бізде қашықтық бұл жерде 40, арақашықтық 40 км деп берілген. Ал енді біз теңдеу құрып шығарамыз. Яғни біз қашықтықта X деп аламыз. X азайтылған 70 көбейтілген 2 тең 40 болады. Бізде осыны теңдеу шығады. Енді осы теңдеуді аяқтайтын боласыңдар. Төртінші есеп. Мұндай есепті әртүрлі тәсілмен шығаруға болады. Есепті шығарудың екі тәсілін тауып көр. Амалдар бойынша жаз. Бізде есепте суреті де көрсетіліп тұр. Мұқият қараймыз. V1 бізде 250 метр минутына, V2 200 метр минутына. Енді олар 20 метр жүріп өтті. Енді олардың қашықтығын табу үшін біз V1-ден V2-ні азайтамыз. Қашықтығын табу үшін 50 қалады. 250-ден 200 азайтамыз 50. Енді біз 50 минут, енді олар 20 минутта арақашықтығын табу үшін, қанша қашықтықта болғанын табу үшін біз 50-ді 20-ға көбейтеміз. Сонда 1000 метр болады. Енді біз бірінші қашықтық, яғни бірінші біздегі серік бізде 250 метр минутына жүрсе, ол 20 минутта 5000 метр жүреді.
Ал екіншісі бізде арман бізде 200 метрмен 20 минутта 4000 метр жүріп өтеді. Енді ара қашықтығын табу үшін арман мен серік 5000-нан 4000-ды азайтқан кезде 1000 қалады. Демек арман серіктен 1000 метр қашықтықта болды деген сөз. Бесінші есеп, яғни есептеп тексерулерін қажет дұрыстығын азайтуға берілсе қосу арқылы тексереміз, көбейтуді бөлу арқылы, яғни берілген амалдарды тексеру үшін кері амалдарды орындайтын боламыз. Мен қазір үлгіде жазбаша да баған түрінде де көрсетіп қойдым. Сендер өздеріңе ыңғайлы тәсілмен шығарыңдар. Негізінен бұндай есептерді баған түрінде шығарған дұрыс болады. Алтыншы есеп, өрнектер құрып, олардың мәндерін табуларын қажет. А тапсырмасы 900.100 санынан 694 пен 705 сандарының көбейтіндісін азайтып, яғни оны 154.080 мен 428 сандарын бөліндісіне арттыр дейді. Арттыр деген сөз ол қосу деген сөз. Бірінші біз 900.100 азайтылған 694.705-ке көбейтіп аламыз. Сол кезде бізде 489.270 шығады. Енді біз 154.080-ді 428-ге бөлеміз. Сонда бізде 360 қалады. Енді біз 900.100-ден 489.270-ді азайтамыз. Одан бізде 410.830 қалады. Енді біз 410.830-ға 360-ты қосатын боламыз. Сонда бізде 411.190 шығады. Келесінде де дәл солай көбейтіп, бөліп шығаратын боламыз. Міндетті түрде арттыр десе қосамыз, азайтып десе азайтамыз. Міне осылай есептерді толықтырып шығаратын боласыңдар. Осы есептерді шығарып алыңдар. Шығарып болғаннан кейін менің есебіммен өздеріңнің есептеріңді салыстырыңдар. Жетінші есеп, оңай әрі қызық тапсырмалардың бірі. Ойлан және жауап бер. 601 санынан үлкен, бірақ 700 санынан кем, 0 цифрмен аяқталатын неше сан бар? 2 цифрмен аяқталатын сандарда нешеу екенін табуымыз қажет. Ол үшін бізде 601 мен 700 санның арасында 0-мен аяқталу керек. Демек бізде 610 0-мен аяқталады, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680 және 690. Санап отырсақ бізден 0 мен 0 цифрмен аяқталатын 9 сан кездеседі екен. Ал енді 2 цифрмен аяқталатын санды табамыз. 602, 612, 622, 632, 642, 652, 662, 672, 682 және 692. 2 цифрмен аяқталатын бізде 10 сан кездеседі. Жетінші есеп, яғни бұл жерде есепті шығаруымыз қажет, график бойынша тағы да сұрақтар құрастыруымыз қажет. Суретте мұқият қараймыз. Графикте жаяу жүргінші мен шаңғышының қозғалысы көрсетілген. График бойынша шаңғышы мен жаяу жүргіншінің әрқайсысы сағат нешеде жолға шыққанын анықта. Бірінші анықтауымыз керек, олар қай уақытта жолға шыққанын. Тоқтағанға дейін олардың ара қашықтығының жылдамдығы қандай болды? Оны табамыз. Оны қалай есептейсің? Әрқайсының аялдау ұзақтығы қандай болады? График бойынша тағы нені білуге болады? Шаңғышы 11:00-де шықты. Байқасаңдар, уақыты көрсетіліп тұр. Жаяу жүргінші шаңғышы бізде өзі көрсетіліп тұр, көк түспен берілген 11-де шығып тұр. Жаяу жүргінші бізде сағатқа қараймыз 9-да шықты. Енді шаңғышының тоқтағанға дейінгі жылдамдығы бізде 8 км сағат. Ал жаяу жүргіншінің тоқтағанға дейінгі жылдамдығын мұқият қараймыз, бізде 5 км сағат. Шаңғышының аялдау ұзақтығы мұқият қараймыз.
1 сағат аялдады. 12-ден, яғни 1-ге дейін. Жаяу жүргіншінің аялдау ұзақтығы қараймыз. 11-ден 12-ге дейін, демек 1 сағат. Жаяу жүргінші қанша рет аялдады? Мұқият қараймыз жаяу жүргіншіні. 11-ден 12-ге дейін 1 аялдады және 13:00-ден 14:00-ге дейін 1 аялдады. Демек, жаяу жүргінші 2 рет аялдады. Шаңғышы сағат нешеде жетті? Шаңғышыны қараймыз. Сағат 14:00-де жетті. Ал жаяу жүргінші бізде 15:00-де жетті. 9-ыншы есеп. Шығармашылық жұмыс. Есепті шығар. Айна тұратын ауылға 2018 жылы қар көп мөлшерде жауды. Ауланы қардан тазарту жұмысына тұрғындар мен оқушылар жұмылдырылды. 2018 жыл 4 цифрмен жазылады. 0, 1, 2, 8. Осы 4 цифр арқылы болашақтағы жылдарды неше рет жазуға болады? Барлық нұсқаларды жазуларын қажет. Бізде осы цифрларды пайдаланып жазамыз, яғни 2081, 2108, 2801, 2180 деп осылай жазып шығамыз. Мендегі барлық нұсқа, яғни 11 рет жазуға болады. Нұсқаларын мен 11 ретті жазып көрсеттім. Үй тапсырмасы 10-шы есеп. Есепті теңдеу құрып шығарулары қажет. Қар тазалайтын 2 мәшине бір уақытта таңғы сағат 8:00-де шығып, бір бағытқа қарай жүрді. Бірінші мәшине жылдамырақ жүргендіктен сағат 11-де олардың арақашықтығы 6 км болды. Егер екіншісінің жылдамдығы 30 км/сағат болса, онда бірінші мәшиненің жылдамдығы қандай? Енді біз бірінші мәшине жылдамдығын табу үшін қашықтықты табамыз. V1-ден V2-ні. Яғни бізде белгісіз азайтылған 30 болып тұр. Ол үшін теңдеуді құрамыз. Яғни V-ны Т-ға көбейтеміз. Одан шыққан соң, яғни бізде V1 белгісіз болғандықтан X деп аламыз. X азайтылған 30 көбейтілген 3. Енді теңдеуді ары қарай құрастырамыз. X азайтылған 30 көбейтілген 3 тең 6. Енді 6-ны 3-ке бөліп аламыз. 2 болады. Енді 30-ға 2-ні қоссақ 32 болады. Бірінші мәшиненің жылдамдығы 32 км/сағатқа тең. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.